Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгін біз қазақтың ұлы батыры, Кеңес одағының қаһарманы Бауыржан Момышұлы жайлы айтатын боламыз. Олай болса, кеттік. Бауыржан 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Әжесінің тәрбиесінде болып, кейін көрші ауылдағы әкесі Момыштың тамыры Иванның үйінде жатып оқып, орысша тіл сындырады. Анасы Рәзия дүниеден ерте өтіп, Бауыржан 3 жасынан бастап қыз тумас әжесінің қолында өседі. 1924 жылдан бастап 7 жылдық мектепті Шымкент қаласында оқиды. Бұл сол өңірдегі 1924 жылы ашылған алғашқы 7 жылдық мектеп болатын. Бауыржанмен бір сыныпта Әбілда Тәжібаев және Құрманбек Сығындықов оқыды. 1928 жылы мектепті үздік бітіріп, Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. Институт директоры Тоқтыбаев деген кісі болатын. Жас баланың қатты суықта жұқа киіммен жүргенін көріп, өзінің кабинетіне шақыртып алады. Баланың қолына бухгалтерияға қағаз жазып беріп, осы қағаз бойынша ақша алатындығын және сол ақшаға ауылға қайтатындығын айтады. Осындай тұрмыс жағдайына байланысты оқудан кетеді. 1928-1930 жылдары бастауыш мектепте ұстаздық етеді. Біраз уақыт аудандық атқару комитетінің жауапты хатшысы ретінде қызмет атқарады. Аудандық милицияда 6 айдай жұмыс істейді. 1932-1933 жылдар аралығында Қызыл армия қатарында қызмет етеді. 1933 жылы полк мектебін бітіреді. Атқару комитетіндегі қызметімен көзге түскен Бауыржан Тимофей Дубовиктің қолдауымен Шымкент өнеркәсіп банкінің экономисі болады. Осы қызметте жүрген уақытта 1936 жылы Республикалық банктың меңгерушісі Барханның жолдамасымен Ленинградтағы финанс академиясының жанындағы 1 жылдық курсты үздік бітіреді. Біліктілігін бағалаған басшылық оны КСРО өнеркәсіп банкінің республикалық басқармасына аға консультант ретінде жібереді. 1936 жылы жаңадан құрылып жатқан бөлімге взвод командирлігіне шақырылады. Бұл кезде рота командирі полк штабы бастығының көмекшісі болады. 1939 жылы әкесі Момыш қайтыс болады. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс басталысымен Бауыржан даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы маңында жаңадан жасақталып, 316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанады. Батальон лейтенант шенінде жүріп полк командирі қызметтерін атқарады. 1942 жылдың 6 маусымында Қызыл жұлдыз орденімен марапатталады. 1944 жылы денсаулығына байланысты Алматы госпиталіне жіберіледі. 1945 жылдың 16 қаңтарында Алматыға келген Бауыржанды ғалымдар соғыс туралы әңгіме лекция өткізуге шақыртып, кездесу ұйымдастырады. Осы лекцияның стенограммасы кейінірек «Соғыс психология» деген атпен кітап болып басылды. Алғашында тек орыс тілінде жарық көрген бұл еңбек 2010 жылы Бауыржан Момышұлының 100 жылдығына орай қазақ тіліне де жарық көрді. 1941 жылдың 16-18 қараша күндері Вермахтың Мәскеу бағытында екінші мәрте жасаған жорығы кезінде аға лейтенант Момышұлы басқарған батальон дивизиядан қашықтықта Моторина деревнясының жанында Волоколам тас жолында асқан ерлікпен ұрыс жүргізді. Білікті комбаттың басшылығы арқасында 3 күн бойы фашистер шабуылын тойтарып, батальон үлкен шығынсыз ұрысқа қабілетті жағдайда қоршаудан шығады. Соғыстың соңғы жылдарында гвардиялық дивизияны басқарды. Соғыс кезіндегі жеке басының қаһармандық ерлігімен ерекше көзге түседі. Бауыржанның қосындай ерлігі жөнінде белгілі орыс жазушысы Волоколамское шоссе повесін жазды. Бұл повесть бүгінде Израиль, Никарагуа, Куба елдерінің әскерлері оқуы тиіс оқулықтардың бірі. Соғыстан кейін ол Совет армиясы бас штабының жоғары әскери академиясында сабақ берді. 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққаннан кейін Бауыржан бір жола шығармашылық жұмысымен айналысады. Бауыржан Момышұлы сондай-ақ көрнекті жазушы, шығармаларын қазақ және орыс тілінде жазған. Алғашқы кітабы «Офицер күнделігі» деген атпен жарық көрді. Одан кейін «Бір түннің тарихы», «Біздің семья», «Москва түбіндегі шайқас», «Майдан», «Генерал Панфилов», «Куба әскерлері», «Адам қайраты», тағы да басқа әңгімелер мен повестер жинақтары шықты. Бауыржан әңгіме, повестермен қатар өлең, толғаулар да жазған. 1982 жылы 10 маусымда 71 жасына қараған шағында Алматыда дүние салады. Кеңсай зиратына қойылды. Ол қазақ және орыс тілдеріне бірдей жазып, өз өміріне көрген білгендерін арқау етеді. Бауыржан бірнеше орден медальдармен наградталған. 1990 жылы қайтыс болған соң Кеңес одағының батыры атағын алады. Осымен видеомыз өз мәресіне келіп жетті. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де басқа видеоларымызды көріңіздер. Сау болыңыздар.